Башыңызға сәлем, мен есімім Жанерке, жасым 15-те, Алмарызой атындағы орта жалпы білім беретін мектебінің 10 сынып оқушысымын. Блог жүргізу бала кезімнен қызықтырады. Табиғат жанашырымын, экоблог жүргіземін. Қазіргі кезде пластиктің табиғатқа әсері, зияны туралы айтамын. Пластик материалдары табиғи ортада өте бойы ыдырайды. Кейбір түрлері жүздеген жылдар бойы сақталады. Пластиктер ыдырау барысында қоршаған ортаға зиянды химиялық заттар бөледі. Пластик қалдықтары су организмдермен жұтылып, олардың ағзасында жиналады. Бұл процесс трофикалық тізбек арқылы жоғары деңгейдегі жыртқыштарға, соның ішінде адамға да әсер етуі мүмкін. Пластиктің химиялық құрамы жөнінде химия пәні мұғалімі Гүлсім Қабдалиқызынан сұхбат аламын. Саламатсыз апай, сізден пластиктің химиялық құрамы туралы сұхбат алғым келеді. Жалпы пластиктің химиялық құрамы неден тұрады? Жанерке, мына өздеріңіз күнделікті қолданылатын сусынға пайдаланып жүрген мына пластиктеріңіз химиялық негізгі құрамы полиэтилен, терефтал. Және бұл өте жеңіл пластик болады, және қайта өңдеуге келеді. Бірақ осыны тек қана өте жоғары температурада қолдануға болмайды. Өйткені жоғары температурада қолданған кезде бұлар жаңағы ерітіндінің құрамына берілуі мүмкін, осы химиялық заттың құрамы. Рахмет сұхбатыңызға. Пластик тұтынуды азайту қоршаған ортаны қорғаудағы басты қадамдардың бірі болып табылады. Бір реттік пайдаланылатын пакеттердің орнына көп реттік пайдаланылатын сөмкелер немесе экожүйеге зияны жоқ пакеттерді қолдансақ болады. Сол арқылы біз табиғатты сақтай аламыз. Мен күнделікті өмірде пластик бөтелкелердің орнына шыны ыдыстарды қолданамын, және бір күн пластиксіз челленджін өз достарыма жолдаған болатынмын. Осы шараларды қолдана отыра біз пластикті азайтып, қоршаған ортаны және өз денсаулығымызды қорғай аламыз.